Осыдан 33 жыл бұрын жұмыс іздеп жақындарын жоғалтқан ақсақал көремізден көмек сұрайды. Бүгінде жасы 70-ке жеткен қарияның жалғыз арманы бауырларын бір көру. Экранға зер салайық. Жетпіске таяған қуатбай қария талай таңды туыстарымды табамын деп атырды. Бірақ жақындарын қанша іздесе де таба алмаған. Бүгінде ақсақалдың 33 жыл бұрын Волгоградтан арқалап келген арманының күл талқаны шыққан. Қуатбай атаны осы жерден тауып алдым. Осы 26 шағын ауданның ауруханасынан шыққан екен. Киімдерін ауыстырып атқан екен. Бастапқы кезде ішетін бір кісі шығар деп ойлап қалдым, бірақ киіміне, әрекетіне қараған кезде өте бір мұқтаж болды. Қазір аурумын, сөйлей алмайтындай етті, аузынан су ағып кете береді. Қолында 2 пакеті бар. Біреу киімі, біреу тамақтар, бірақ мына тамақтарды жей алмаймын деп, тамағымда ауру деп. Берікбайға қария туған жерім Қарақалпақстан деседі. Ал тірліктің қамымен 1989 жылы Ресейге жұмыс іздеп барып, құжатын жоғалтып алыпты. Қалтасында не қаражаты, не құжаты болмаған қария бүгінгі дейін Маңғыстау облысының маңында мал бағып келген. Соңғы баққан жері Ақшұқырда, бір бауыр жаңағы Ақшұқырда бір кісінің қолында істеген. 1 жыл 4 ай. Ол кісілер ақшасын бермеді. 5000 теңге қолыма ұстатты да берген жоқ деді. Ауру болғаннан кейін шығарып жүрген ғой. Ақсақалдың жеке басын анықтау үшін Берікбай Ақтаудағы Өзбекстан елшілігіне, миграциялық полиция бөлімдеріне барған. Бірақ мардымды жауап ала алмапты. Ал қарияның ауруы күн санап асқынып барады. Ақ халаттылар оған ауыз қуысының қатерлі ісігі диагнозын қойыпты. Ауылға аман есен жетті. Сонымен 3 айдан бері бағып жатырмыз, қазір 3 айдан асып жатыр. Сонымен осы сіздердің бағдарламаға хабарласып, шешімін табуға әрекет жасап, сол атаны осы еліне, өзінің ниетінде еліне барғысы келеді. Және туған туыстарын көргісі келеді. 33 жыл бұрын жақындарынан қол үзіп қалған азаматтың туыстары табыла ма? Олардың ақиқаты қандай? Бүгін көреміз. Қуат атаға араша болғысы келетін Берікбай арнайы Ақтаудан келген екен, ендеше қарсы алайықшы. Берікбай, қош келдіңіз. Қош көрдім. Ассалаумағалейкум. Ең әуелі нәтижесі қандай болса да сізге рахмет. Осы бір табанды ісіңізге. Бұл атаны қайдан кезіктірдіңіз? Бұл атаны 3 ай бұрын 26 шағын ауданда жаңа жұмыс бабымен жүрген едік. Ақтауда ғой сол? Ақтауда, иә. Жұмыс бабымен жүрдік. Сол қарасам киімдерін ауыстырып атқан екен. Енді қандай ісімен сіздің назарыңызға ілікті? Оның киімі, ішке киетін гаммаж, яғни ішке киіммен үстінде бір курткасы бар, 2 пакеті бар, бір қолында тамағы, бір қолында кәдімгі киімдері бар. Қолдары көгеріп атқан еді. Укол салған ғой. Сөйтіп қарасам киімдерін не алып атқан екен, киіп атқан екен, киімін ауыстырып боламын деп күтіп тұрдық. Сонымен сұрадым, не болды, не жағдай, не істеп жүрсіз, кімсіз вообще деп барып сұрағанда, сөйлей алмайтын, аузынан су ағып кете берді, сөйлей алмаймын дейді. Сосын жерге жазып көрсетті. Топыраққа жазды ма? Иә. Не деп жазды? Жаңағы жұмыс істеген жерін, қайда жұмыс істесең, қайдан келдің, сондай сұрақтар қойды. Қанша жылдан бері жүрсің? Сөйтіп телефонға түсіріп алып, жаңағы жұмыс істеген жерінің адамын іздеуге түстім мен. Телефонға түсіріп алдым да, группаларға жіберіп, жамағаттармен. Соңғы жұмыс істеген жерін анықтай алдыңыз ба? Анықтай алдым. Қай жер екен? Ақшұқырда Уәли деген кісінің қолында істеген, 1 жыл 4 ай. 35 мың теңгеменен келісім жасаған, айына 35 мың теңге. Ауызша келісім және? Иә. Келісім жасаған, бірақ 5 мың теңге бергенде, сомен дәрігерлерге апардым, үйттім дегенде шығарып жіберген ғой. Денсаулығы жарамағаннан кейін ысырып қоя салған ба? 7 ай, 8 ай ма, 7 ай болған. Уже далада қаңғып жүргені. Соңғы больницаға түскені, бір трубаны жағалап, ыссы трубаны жатып қалған ғой. Ұйықтап қалған, соны оянса больницадан шықтым деп тұр ғой сол. Жалпы енді атамыздың тарихын біразын білетін шығарсыз. Осы уақытқа дейін сұраған шығарсыз.
негізі туған жері Қарақалпақстан ба екен? Қарақалпақстан деп айтқан, енді өзінің айтуы Қарақалпақстанда туылған. Қандай жағдайларға байланысты Ресейге тап болған? Жұмыс бабымен шыққан негізі, жұмыс бабымен жас кезінде кеткен. Бірақ Ресейде көп жұмыс жасамаған, сотталып кеткен, ол жерде төбелескен ба бірдеңе болған. Сотталып, сол 5 жыл ма, 7 жыл ма сол жақта жүрдім деген несі бар. Атамыздың қазір жасы нешеде? 53 жылы 70-те. 70-те. 37 жасында елден кеткен. Иә. Ал енді дерті туралы сұрайыншы, қандай диагноз қойған? Жалпы дертінде бірінші бастапқы кезде бізде неге стоматологқа апардық, тіс дәрігеріне. Тіс салып берейік. Мысалы тамақ жей алмағаннан кейін тіспен не қылады ғой деп. Стоматологқа апарсақ, мына тілде жара бар деді бастапқы кезде. Сонымен онкологическийге жіберді. Онкологическийде жіберген кезінде тексеріп берді мамандар, өзінің мамандар. Тамақта өңеште жара бар. Яғни ең жоғарғы онкологический ауру. Демек, бұған дейін ата білмеген ғой? Жоқ, денсаулығында ақау бар. білгенде енді шамасы жоқ қой ол кісінің емделуге. Білген бе, осындай бір диагноз бар екен? Жоқ, ондай білмейді. Сіз арқылы біліп тұр. Иә. Мен ондай қатты жарытып айтқан жоқпын ол кісіге. Осындай аурусыз, или болмаса жаңағыдай дертіңіз осындай қиын деген. Ал мамандар не дейді? Емі бар ма әлде? Тек операция болған. Операция, отадан кейін атамыз қайтадан сөйлеп кету мүмкін бе? Мүмкін емес, тілменен өңешті кесіп алып тастаймыз дейді, олар айтады. Тек несі сол дейді, шешімі. Ол кісіге, и то оны көтере ала ма деп тұр ғой. Мынандай жағдайда. Мен осы 3 айдан астам тамақ дұрысты жарытып ішкен жоқ, шындығын айтып. 3 ай бойы қайда тұрды бұл кісі? Пәтер жалдап бердім. Өзім қасында болдым. Қалай тамақтанып, қалай не қылып жатыр енді? Жалпы Енді жаңағы қатты аурулар мазаламай ма? мазалайды, құлаққа береді. Енді 37 жасында елден кетсе, қазір жасы 70-те Қазақстанда жүргеніне біраз уақыт болған. Бір отбасы құрып, ол қызы. Жоқ, мен сұрадым, нақтырап сұрадым. Россияда бір, хотя бы орыстар кемпірлерге неге барған шығарсың, ешқайсысында жоқ. Жақсы, біз Қуат атамыздан сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салайық. Әкем өмір бойы үсті боп сотталып жүрді. Үйге еш көмегі тимеген соң анама, бауырларыма азық табу мақсатында 1988 жылы Ресейдің Волгоград деген жеріне жұмысқа бардым. Ал Қазақстанға 1996 жылы тап болдым. Содан 2001-2002 жылдары Махат деген жерге приемник отыратын. Елге қайтуға жәрдемдесуін сұрап ем, бас тартты. Мен де жүре бердім, уақыттың қалай өткенін білмей қалдым. Қазақстан екінші отаныма айналды. Енді өз туған еліме қайтқым келеді. Қуатбай атаның бауырлары табыла ма? Шағын жарнамадан соң білеміз. Біздің бір ғана жалғыз мұратымыз бар. Ол сізді бауырларыңызбен басыңыз аман, деніңіз сау көзде қауыштыру. 2003 жылы көрдім дейді. Кімді көрдіңіз 2003 жылы? Нақты айтыңызшы. Бауырыңызды, қарындастарыңыз бәрін көрдіңіз, е? Қанша бауырыңыз бар? 5. Сізбен қосқанда 5 бауырыңыз бар. Бауырларыңыз сізді іздеуі мүмкін бе? Бәлки іздесе осы уақытқа дейін табатында шығар, е? Ата, соңғы рет қашан тамақ жедіңіз? 5 күн бұрын ба, 5 сағат па? Ата, қараңызшы, таныс үй ма? Таныс жер ма мынау? Танып тұрсыз ба? Неге ол өзімен өзі айтады, сені ешкім далаға тастамайды, елге кел деп. Жаздыңыз, е? Сен біз үшін өлгенсің деп айтты. Не себепті? Не себепті, ата? Отыз жылдан бері Қуатбай ата туған бауырларын іздейді. Бауырлары қайда? Табыла ма? Бүгін анықтаймыз. Біздің тілшілер осы бір мәселені қаузағаннан кейін әлеуметтік желіден және өзге де жерлерден Қуатбай ағаның жақындарын іздеуді бастады. Одан не шыққанын экраннан көрейікші.
вечер. Это отдел миграционной полиции города Нукус. Здравствуйте. Мы бы хотели получить информацию о гражданине Узбекистана Куатбай Байназарове. Ұзақ уақыттық іздеуден соң Қуатбай аға жайлы мәліметтер таптық. Қазір оны студияға алдыртайықшы. Бұл жерде бұл құжаттарда туу туралы куәлік бар, тіркеуде тұрғаны және шыққаны туралы құжаттар екен. Қазір сіздерге табыстайын, заңгерлерге. Қаншалықты осы құжат арқылы біз Қуат ағаны елге қайтара аламыз. Құжаттармен сіздер таныса беріңіздер, ал біз Қуат атамыздың өзімен танысайық. Студияға Қуат атаны шақырамыз. Қуат ата, қош келдіңіз. Көреміз деген бағдарлама. Осында сіздің тағдырыңызға бей-жай қарамайтын жандары отыр. Жыламан сабыр етіңіз, заңгерлері бар, психологтары бар, дәрігерлер мамандары бар, және қоғам белсенділері бар. Біздің бір ғана жалғыз мұратымыз бар, ол сізді бауырларыңызбен басыңыз аман, деніңіз сау кезде қауыштыру. Сондықтан сабыр етіңіз. Алла сізге күш қуат берсін, ата. Сізге енді мен қағаз бен қалам берейін. Мектеп кезіңізді еске алып, бізге жақсы бір хаттар жазып беріңіз. Біз сұрақ қоямыз, көп сұрақ қоймаймыз енді. Маңызды деген сұрақ қоямыз, сол сұраққа жауап берсеңіз, ата, я? Ата, 37 жасыңызда Ресейге аттаныпсыз. Қазір жасыңыз 70-ге келіп естіп жатырмыз. Отбасылы болмадыңыз ба мүлдем? Алашаға жоқ, е? Ол қызыңыз жоқ па артыңызда? Әке шешеңіз, бауырларыңыз болған беді? Әке шеше бар ғой. Марқұм болып кетті ме? Жазып берші, жазып бер. Соңғы рет өзіңіздің туыстарыңызбен хат-хабар алыса алдыңыз ба, ата? Соңғы рет туыстарыңызды қашан көрдіңіз? Қашан сөйлестіңіз? Жақын бауырларыңызды. Қағазға жазып. Көрсетіңіз. 10 жыл ма, 20 жыл ма, 30 жыл ма? Жазыңыз қағазға. Еске сақтау қабілеті қалай? Жазбасын. Қазір. Жақсы. Жазып беріңіз, жазып беріңіз. Жауап бермей жатыр ғой. Жоқ, сөйлелмей. Сөйлемей тұр, қабілетін бәрі біледі. Қабілеті бар ма? Ата, соңғы рет өзіңіздің туған бауырларыңызды қашан көрдіңіз, немесе қашан сөйлестіңіз? Санмен жаза салыңыз. Жалпы мүмкін балалар үйінде өсті ма, егер әке шешем жоқ? Жоқ. Бағдарлама барысында айтылды ғой. Иә. Әке шешеме көмектесемін деп. Тірліктің ғамымен Россияға өткен, Ресей Федерациясына. Содан, енді ол кезде Ресей емес, ол кезде СССР ғой. СССР. 2003 жылы көрдім дейді. Кімді көрдіңіз 2003 жылы? Нақты айтыңызшы. Бауырыңызды, қарындастарыңызды бәрін көрдіңіз, е? Қанша бауырыңыз бар? 5. Сізбен қосқанда 5 бауырыңыз бар. Біз енді Нүкіс қалалық миграция бөлімінің басшысынан сұрау жолдаған болатынбыз. Атамызға қатысты. Ақпараттар келіп түсті, экранға зер салайық. Аты жөні Байназаров Қуатбай. Туған жылы 17 тамыз 1953 жылғы. Туған жері Қарақалпақстан Республикасы Шымбай ауданы. 1977 жылы КСРО азаматының паспорты рәсімделген. Тұрғылықты жері 1989 жылы Нүкіс қаласы Грабоедова көшесі нөмір 21 үйден тіркеуден шыққан. Рас па, ата? 89 жылы Грабоедова деген көшеде тұрғаныңыз рас па? Енді ата, бауырларыңыз сізді іздеуі мүмкін бе? Бәлки іздесе осы уақытқа дейін табатында шығар, е? Араларыңызда бір араздық мәселесі болған бет? Бәрі жақсы ғой отбасыңызда. Толығырақ бізге тілшілерімізге айтқан, экранға зер салайықшы. Менің 5 бауырым бар. Өзім үйдің үлкенімін. Менен кейін Жұмакүл, одан кейін Бағдагүл, Аманкүл және Амантай деген кіші інім бар.
иә ғабит не айтпақ едіңіз? Мен айтпақшым, бұл кісінің қазіргі жағдайы өте қиын құжаттандыру бойынша. Өйткені мына анықтама сіздер жіберген сұраныс хатқа жауап. Бұл жерде сіздерге жауап беру бойынша жаңағы СССР кезінде бәрінде қызыл паспорт болатын. Ол кезде әлі дербес мемлекеттер өз егемендігін алмағандықтан бәріне общий қызыл паспорт берілетін. 89 жылы 20.04.1989 жылы бұл кісі нүкістен кетті деп, Ресей азаматтығын алу үшін деп бұл кісіні выписка жасаған. То есть выписали, қазақша айтқанда, бұл кісі қазір Өзбекстанның азаматы емес. Бұл кісіні Россияның азаматы болады деген направлениемен Ресейге жіберген екен, Волгоградқа. Сол жерге бұл кісі тіркеліп, жаңағы өзінің выпискасы бойынша Ресейдің азаматын алу керек болған. Демек, бұл кісі қазір числится в воздухе. Не Өзбекстанның азаматы емес, ауада тұр. Не жаңағы Ресейдің азаматы емес, не Қазақстанның азаматы емес. Өйткені форма 1 дейді, форма 1 деген құжат ол толықтай шықты, жаңағы Өзбекстаннан нүкістің азаматы емес деген бұған форма 1 толтыру керек болған. Сол форма 1 мен Ресей мемлекетіне барып, тұратын тұрғылықты мекен-жайы бойынша миграциялық полиция басқармасына барып, отдел миграциялық қызмет басқармасына барып, арыз жазып, мен қазір Өзбекстанның азаматы емеспін, Ресейдің азаматтығыңыз беруін сұраймын деп арыз жазу керек болған. Сол арыз бойынша Ресейдің жаңа миграциялық полиция қызметкерлері құжаттар береді. Қазір енді ол өткен шақ. Ал енді келер шақпен осы шақты дұрыстайықшы. Ауада тұрып жатса, біздің миграциялық бөлімге барып, біздің азаматтықты алуға бек мүмкін. Енді айтып тұрмын ғой, мынандай нәрсе, Руслан. Бізде заңгерлердің арасында беспрецедентный жағдай дегендер болады. Шыны керек, бұндай жағдай өте сирек кездеседі. Бір дайын кейс емес, бұл қайталанатын. Осылай жасағанбыз, осылай жасай саламыз деп айта алмаймыз. Тәжірибеге сүйене алмаймыз. Тәжірибеге сүйене алмаймыз. Бірақ бағанағы мен айтқан дүние бойынша тәжірибеде анандайлар бар. Ресейден, Өзбекстаннан Қазақстанға КСРО кезінде өтіп кеткені туралы кеденнің нелерінде запистар бар. Сол базаны архивті көтеру арқылы дәлелденеді. Ол адам соңғы 25 жыл Қазақстанда жүр. Қазақстаннан шыққан жоқ, Қазақстаннан барған жоқ, тек Қазақстан жерінде жүр. Осы негізге ала тұра біздің миграция бұл кісінің азаматтыққа арызын қабылдау арқылы, бірақ бағанағы туу туралы куәлік негіздемелері бар ғой, сол бойынша тегі барлығы туған жерін жазу арқылы бұл кісіге азаматтыққа шығаруға мүмкіндік бар. Бірақ олда да сот тәртібімен, миграционканың шешімімен кетеді. Ол қандай жағдайда жүреді, уведомление келеді, келмейді, юстицияның жауабы қалай болады, белгісіз. Қазір сұрақ қойыңызшы, ата, сіз Қазақстанда қай жылдан бастап жүрсіз? Қанша жыл болды Қазақстанда жүргеніңізге? 2003-тен бері ме? 19 жыл болды. Бізде Қазақстанда азаматтығы жаңағы жоқ деген статус бар. Яғни орысша айтқанда лицо без гражданства дейді. Иә. Ол паспортта кәдімгі иін жазылып тұрады, ЖСН номер жазылып тұрады. Және де сол бұл кісіге қазіргі таңда сол ЛБГ-ға өткізу керек құжаттың бәрін. Ол үшін қазір соңғы тұрған жаңағы Ақтауда тұрса, Ақтау қаласында бұл кісі тіркеуде болу керек болған. Сол тіркеу бойынша жергілікті жаңағы көші-қон полиция басқармасына барып арыз жазу керек. Мен осындай жылдан бері осы жерде тұрып жатырмын. Оны жаңағы Ғабит мырза, енді былай ғой мәселе. Ол жағдайлардың барлығын қазір сіз айтқанымен бұл кісінің істеуге шама шарқы жоқ. Содан кейін бізге келіп тұрған жайы бар. Қазір қанша кеңес айтылса да ағамыз оны қабылдап отқан жоқ. Одан да біз бауырларын іздеп, бауырларына аман есен табыстайық. Ең бірінші медициналық көмек беру керек. Әлбетте. Өйткені тамақты қабылдай алмайтын болғандықтан бұл жаңағы операцияға да жарамайды. Яғни басқаша бір жолын іздестіру керек. Қуаттандырып, сосын барып операция жасатып, бұл кісіге көмек беру керек. 69-да ғой әлі. Ақтаудан 3 күн жүрдік жолда. Сосын документі болмағасын бұл кісінің. Пойызға міне алмаймыз. Қатырақ сөйлеңіз, Пойызға міне алмаймыз да. Самолетке міне алмаймыз. Бұл кісі Ақтауда тіркеуде бар ма бір үйде? Белгілі бір мекен жайда? Жоқ, еш жерде жоқ. Ауадағы айтым, өзіңіз айтыңыз, ауадағы адамда. Ата, соңғы рет қашан тамақ жедіңіз? 5 күн бұрын ба, 5 сағат па? Капельница алмайды ма? Капельница сол кеше Қызылордада салды. Кәбетіңіз жоқ па, әлде өтпей ма тамақ? Тамақ өтпейді. Өтпейді? Только капельницамен. Сорпа ше, сорпа да өтпей ма? Анда-санда Тастайсыз ба? Ана трубочкамен ішсе болмайды ма? Не. Ішесіз, құсасыз.
кеше жолда кішкене не алған Қызылорданың өзінде аптекаға барып дәрі алдырып, сол укол салдырдым. Содан кейін 3 күнге дейін енді осы. Дәрумендердің күшімен ғана жүрмесің ба? 2 күн болды. Кішкене горилла алып тұрдым. Енді қазір уақытта жағдайын көріп тұрмыз ғой. Өте жағдай нашар екен. Горилла ма? Тез арада туыстарын табу керек бұны. Бірінші кезекте. Ол үшін енді бізде қазір елшілік деген бар. Мына Өзбекстан мен Қазақстанда арасында байланыстырып тұрған елшілік бар. Сол арқылы елшіліктің көмегімен о жақтан туыстарын іздеуге болады. Атамыздың қай жақта тұрғаны, қай жақта туылғаны барлығы белгілі мекен-жайына дейін біз сол мекен-жай бойынша іздеген болатынбыз. Экранға зер салайық. Ата, қараңызшы, таныс үй ма? Таныс жер ма мынау? Танып тұрсыз ба? Қайдан танисыз? Қандай жер? Грабоедова ма сол? Бұл үйде кімдер болуы мүмкін? Ата, бұл үйде қазір кім болуы мүмкін? Кім тұруы мүмкін? Ініңіз. Есімі кім? Амантай? Туған бауырыңыз ғой? Қарындасы бірінісі бар ғой. Біз осы үйде тұрып жатқан адамнан сұхбат алған болатынбыз. Бірақ ол сіздің ініңіз бе, әлде ініңіз ол үйді сатып жіберіп, өзге біреуден сұхбат алдық па біз білмейміз. Қазір көрсетейін. Танисыз ба? Жазыңызшы. Жамира дейді. Просто истощение, да, бұл уже любой момент өліп қалуы мүмкін ғой. Төмендей береді. Келініңіз болуы мүмкін, бір моментте өліп қалуы мүмкін. Қазір ендеше экранға зер салайықшы. Кім болды екен? Туысыңыз ба, әлде жерлесіңіз бе? Уважаемый канал Евроазия. Қайырлы кеш, Евразия арнасы. Мен қазір Қазақстанда жүрген Қуатбай Байназаровтың күйеу баласы Қадыралиев Анатолий Сабырлы боламын. Ол 1989 жылы Қарақалпақстан аумағынан шығып кеткен еді. Содан бері із-түзсіз. Біз бірнеше жыл бойы іздегенмен еш нәтиже шықпады. Бауырымыздың табылғанына қуаныштымыз. Евразия арнасына алғысымыз шексіз. Қуатбайды елге қайтаруға көмектесіңіздер. Біз 20 жылдан астам уақыт бойы оның қайда жүргенін, қандай жағдайға душар болғанын біле алмай келдік. Қуатбай, отаныңа орал, біз сені асыға күтіп отырмыз. Сені ешкім далаға тастамайды. Қуатбай, вернись на родину, мы тебя тут ждем. Никто тебя не собирается бросать. Ата, Анатолий, танисыз ба? Кім? Күйеу балаңыз ба? Күйеу баласы. Сізді шақырып отыр елге. 20 жыл көрмедік дейді. Және сені ешкім далаға тастамайды дейді. Сондай бір күмән болып бет сізде? Неге ол өзімен өзі айтады, сені ешкім далаға тастамайды, елге кел деп? Жаздыңыз я. Ренжіп кеткен сияқты ғой бір ауылдан. Ренжіс болған шығар. Ренжіс бар сияқты. Отбасылық бір жағдай болма. Қайтып бармайым сол ауылға дегендей. Түрме бар. Бұл кісілер қазақ па? Қазақ па бұл кісілер? Жоқ, қазақпыз. Шақыртып жібергенде бұл кісінің құжаты жоқ болса, қалай Қазақстан жібереді? Айтты дейді, сен біз үшін өлгенсің деп айтты. Не себепті? Не себепті, ата? Не бүлдірдіңіз? Не жасап қойдыңыз? Ешқандай қастандық жасаған жоқсыз ба ешкімге? Ешкімнің ала жібін аттаған жоқсыз ба? Дүниеге талас болған жоқ па? Ата, сіз 37 жасыңызда елден кеткен кезде әке шешеңіз тірі ме еді? Екеуі де марқұм болған бол кезде, сонда сіздің үйдің тұңғышы үлкені сіз. Бауырларыңызды, қарындастарыңызды кімге аманаттап кеттіңіз? Інім бар ғой дейсіз ба? Ініңіздің жасы нешеде еді ол кезде? 35-те ме, 30-да ма? Сіз 37-де болдыңыз. 30-ға таяп қалған шығар. Үлкен азамат болған. 33-те? Иә, тұлға қалыптасып қалған. 73-ші жылғы ма? Ол кезде 16-та болған. Жоқ, 83. Кәмелет жасына толған беді ол кезде? Әлде бала ме еді әлі? Бала? Бала. Оларға кім қарап қалды? Мүмкін осыдан туындаған шығар реніш. Қарамай кетті деп ренжіген. Тастап кетті. Не үшін онда сізге ренжиді?
туған туысқандарыңыз. Неге сіздің ініңіз сізге біз үшін сен өлдің деп айтады? Қуатбай атаның арманы орындала ма? Шағын жарнамадан соң білеміз. Ата, бауырларыңызды таптық. Көргіңіз келе ме? Қандай ақпарат айтылса да шыдайсыз ғой? Ауыртып отыр. Қуаныштысыз ба? Сізді ауылға алып кетеміз, емдетеміз дейді. Кездескіңіз келе ме? Сағындыңыз ба бауырларыңызды? Қуатбай Байназаров 33 жылдан бері туған топырағы мен бауырларын аңсап келеді. Қымқуыт тірлік туғандарынан қол үздірді. Қуатбай Байназаров еліне қайтуға әрекет еткенмен жәрдемдесетін жан табылмады. Осылайша 36 жаста елінен кеткен зіңгіттей жігіт бүгін 70-ке аяқ басқан ақсақалға айналды. Ақтауда аш жалаңаш жүрген жерінен Берікбай Өмірбаев тауып алып, көремізге хабар берді. Ал біз жедел түрде қарияға қатысты деректерді іздедік. Нәтижесі бүгін белгілі болады. Ата, бауырларыңызды таптық. Көргіңіз келе ме? Қандай ақпарат айтылса да шыдайсыз ғой? Ендеше экранға зер салыңыз. 8 март, я даже мен білмеймін, даже мен сол кезде бір 4-5 класстар маған еще колготка сыйлаған. Мен о колготканы даже сол кездері мен қалай кетімді білмеймін. Капроновый колготка бар ғой, сол кездері ол уже где-то 70 нешінші жылдар, 78-76 жылдары ма сол кездері сондай колготка сыйлаған. Мен еще қуанып, ой, ол кішіпейіл, праздниктерді вообще өткізбейді. Женский праздниктер болса, обязательно подарка бәрімізге, әйел адамдар үйге бәрімізге, даже анамнан бастап бәрімізге подарка алып береді. Үйде еркектің бір өзі сол еркек, потому что уважениесі жақсы еді. Бір ауыр сөз, еш ондай мистерisi жоқ еді. Потом ол уже үйленді, үйленгеннен кейін қожалығы дұрыс болмады, семьясы дұрыс болмады, әйелі дұрыс болмады ма, енді ол кезде білмеймін ғой, мен кішкенемін. Содан ажырасты. Негізі мен анам 2001-де қайтыс болды. Анам қайтыс болды, қолында қайтыс болды, не қылдым. Одан кейін мен айттым, қой, анам не қылды, сорады, көп сорады, не қылды деп. Мен сол 2008 жылдарма еш тым-тырыс есеп болып кеткеннен кейін мен іздестіруге бердім. Ауыз енді айтқан сөзі бар ол. Тірі кезінде постоянно сол жоқ болды, тым-тырыс болып кетті, не болды екен дей берді. Енді мен ол кездер балалық қасап жүре берді, біз не қылмадық енді ол. Жаңа не қылдайды? Өздерін жүре берді. Ман бермедік енді. Ол кейін әсте қарап бала шағалы не болғаннан кейін әсте ойланды, қой, туысқан бар еді, анамның айтқан сөзі бар еді деген. Содан іздестіріп, сестралармен бәріміз ойласып, милицияға бердік. Милицияға берсек болды деді, қайықта Волгоградта. Бізден как болады шығып кетті. Қарақалпақстаннан пропискеден үйден еден шығып кетті, сояққа бар, сояққа отыраман деп. Сол екен, олардан бір жылдай, бір жылдай іздестірді да, тау алмады, жоқ деді. Ояққа да отырмаған деді. Ата, бұл туған қарындасыңыз бен бауырыңыз ба, ініңіз? Таныдыңыз ба? Таныдыңыз ба видеода? Танымадыңыз ба? Танымадыңыз ба? Танымады. Сіз кеткенде бала болды ғой. Біреуін таныды. Алмагүлді ма? Танымадым дей ма? Біріншісі Алмагүл ма? Оны таныдыңыз ба? Ал мына ер азамат танымадыңыз. Енді жас болған. Сіз Алмагүл танысаңыз, онда Алмагүл өтірік айтпайды ғой, үйленген дейді. Үйлендіңіз бе? Жас кезіңізде Қарақалпақстанда. Сол елде үйлендіңіз ғой? Бір ай 15 күн тұрдым дейді. Бір ай тұрдым? Бір ай 15 күн тұрдым дейді. Кетіп қалды. Бауырлардың тағы да бір сұхбаты бар еді, соны экранға беріңіздер. Біз өзі үйде бесеуіміз. Қазір екеуі қайтыс болды, енді ағам болса, уже сонымен үшеумізден біз уже төртеу боламыз. Менен үлкен сестрам бар, қайтыс болған. 60-шы жыл, ол уже 2012-де қайтыс болды. Анам 99-шы жыл қайтыс болды. Ол даже анамның несіне де келген жоқ, сол сестрамға де келген жоқ, сол 89-да бір кетті. Ата, сізден кейінгі қарындасыңыз Бағдагүл бар ма еді?
марқұм болыпты, иманды болсын. Естіп едіңіз ол ақпаратты? Қазір естіп отырсыз ба? Ауыртып отыр. Жоқ, ана нервістет кетті, ана ине сұққандай сұғады ана жара. Дәрігер тұрсынаға айтыңызшы, диагнозы қалай? Ине сұққан секілді бұл ішінде қызып жара болады. Бұл мына шықшыт без, жұтқыншақ без, лімба бездер, соның бәріне тарап отыр. Сондықтан бұл ісіп, қызып, тамақ өткізбей отырған сол. Бұл рәк, қазақша айтқанда. Бұны енді тек қана емін отын көтеріп, әлі доғдырдың айтқан дұрыс, бұны кесіп алып тастау керек. Бірақ оған бұның кісінің емін оты көтермейді. Кескен жерде қуат кетірмей кетіп қалуы да мүмкін. Бұны сол кесіп, ең амалы кесіп алып тастау. Одан қалса емін отын көтеріп, өмірін ұзартуға қымбат өкіл дәрілерді істету керек. Сонда ғана біраз қуаттандырып, ауылын өткізуге болады. Оға дейін енді мен әзір тамырын ұстау, көру, қағаздарын, қанның қағазын, лімба бездерге өтіп кетсе, бұл аққан ауруына айланып кетеді. Аққан ауруына айланды деген сөз әлсіреп адам емін отынан кетіп, жүрек тоқтап кетіп қалды мүмкіндік үшін. Жақсы, аға рахмет. 2012 жылы Бағдагүл деген қарындасыңыз қайтыс болған. Хабар жеткізейік, иманды болсын. 99 жылы анаңыз қайтыс болыпты. Сіз демек елден кеткен кезде анаңыз тірі болған ғой? Сіздің кіші қарындасыңыз сізді өте қатты сағыныпты. Сіз туралы жағымды естеліктер айтты. Қараңызшы экранға. Сабыр етіңіз, жыламаңыз. Ақбала дейтін еді. Әлі есінде әліге дейін үлкен перзенті болған Ақбала дейтін еді. Біздер енді Қуат аға дейміз. Қуат қой аты. Қуат аға дейміз. Енді бұл кісінің бір жамалығын есін көрген жоқ қой. Қуат, әйтеуір бәріміз сен тәреппіз. Сен келсең, құда қалесе қуанып, күтіп аламыз жаным. Сағынамын, конечно, енді ілешқанша мен қолымдан ештеңе келмейді, например. Сағынамын, мен қолымда бірдеңе болғанда барып алып келер едім. Ештеңе істей алмаймын. Көріп, бауырыма басып, үй жаққа алып барсам, үй жақта емдетсек, не дегенмен өзің ауылың, өзің жұртың қарайды ғой. Ол не емес, я даже рада. Всем, вот это казахстанцы мне спасибо говорит. Рахмет айтам, я даже не знаю, даже у меня слов нет, что сказать. Ата, қуаныштысыз ба? Сізді ауылға алып кетеміз, емдетеміз дейді. Кездескіңіз келе ме? Сағындыңыз ба бауырларыңызды? Бауыр қашанда қымбат қой адам үшін, ата? Егер қазір студияға бауырларыңыз кіріп келсе, қуанышты боласыз ба? Жүрегі жарылып кетпесе. Қуатбай Байназаровтың ендігі тағдыры не болады? Шағын жарнамадан соң білеміз. Жаңа енді атамыз сюжеттен сізді таныды, бірақ сізді тани алмады. Ол вообще кішкентай еді. Енді таныдыңыз ба ата? Кім екен? Кім дейді? Амантай. Амантай. Туған бауырыңыз ба? Өз екі бала. Ең кішкентайымын ғой мен. Ең кішкен ғой. Кенжеңіз ғой? Көремізде 33 жылдан кейінгі бауырлардың қауышуы. Біз жалғастырамыз. Ал ендеше қуануға дайындалыңыз. Біз сіздің 37 жасыңыздан бері іздеп табалмай жүрген бауырларыңызды таптық. Және ол кісілерді студияға шақырамыз. Дәрігер аға, қуануға бола ма бұл кісіге? Қуануға бола ма? Болады, қуануға. Қуанған сайын ауырыңыз табылады. Қуанған сайын, жылады. Студияда мінекей бауырларыңыз. Керемет. Қасына отырсыз. Қандай керемет бауырлармен кездесті. Амангүл апай, қош келдіңіз. Қуат атаны соңғы рет қанша жыл бұрын көріп едіңіз? Соңғы рет 93-те ма, 96-да. Ол кезде жасыңыз нешеде еді? 20 адам? Жоқ, ойбай, я 66 жылым ғой.
Жана енді атамыз сюжеттен сізді таныды, бірақ сізді тани алмады. Ол вообще кішкентай еді. Енді таныдыңыз ба ата? Иә, енді. Кім екен? Кім дейді? Амантай. Амантай. Туған бауырыңыз ба? Иә, өз екі бала. Ең кішкентаймын ғой мен. Ең кішкене ғой. Кенжеңіз ғой? Иә. Кенже бауырыңыз. Өзгеріп пе? Қараңызшы. Өсіп пе? Ер азамат болған. Жоқ, өзгермеген ондай білен. Қарындасыңызшы? Өзгеріп пе? Ал атамыз өзгеріп пе? Өзгеріс ондай не жоқ енді. Иә. Түрі несі өзгермеген. Түрі өзгермеген енді. Возраст, может. Амангүл апай, Амантай мырза, жалпы бауырларыңызды іздеп ат салыстыңыздар ма, әлде күндердің бір күні келер деп отыра бердіңіздер ме? Жоқ, 2011 жылы іздедік біз. Потому что енді кеткенде бұл кішкентай еді қой енді біз білмейміз де. Анамыз да ерте кетті, әкеміз де ерте кетті. Бәрі семьясымен, несімен енді жазыратын жоқ. Не істемедік? 2011-де Росске бердік. Білеміз бұның Волгоградта келін. Кеткенде Волгоградқа кеттім дегенін. Нақтылайықшы, не себепті кеткен екен? Арада бір кірбін, араздық болды ма? Жоқ, еш ондай нәрсе болмағаны. Сіздің үлкен ағаңыз, Амантайды ағамыздан кейінгі ағаңыз. Ондай бір ес-сыт болған жоқ. Жаңа айтып жатыр, сен біз үшін өлдің деп. Кім ол? Ағам солай хат жазды жаңа. Менен кейінгі інім солай деп айтты маған. Үй баласын айтты ау. Жоқ. Жоқ, ол кісі қыздар ғой. Құдай жақты. Өзім Росске бердім. Неге десем мен бұны ең кейінгі болып келгені 98 жыл. Інім бір уақытта дейді. Сен біз үшін өлгенсің деп айтты. Жоқ қой, Құдай сақтасын. Шатасады ғой, ауырады, неше түрлі нәрсе. Жоқ, ондай болмады қой. Ондай нәрсе болған емес олындай. Ой, мұсырман. Содан 2011 жылы іздеуге бердіңіздер. 2011 жылы іздеуге бердік Росскеге. Волгоградқа жібердік. Потому что енді өзі шығып кеткенде Волгоградқа деді ғой. Біз енді өзі кішкентаймыз, неге шығып кеткенін де білмейміз. Біз анамыз ештеңе айтпаған. Енді біз ойын баласы, тем более бұрындағылар, қазіргілер енді бәрі зат біледі ғой, қыздар болсын, ұл болсын, бәрі цивилизованный болып кеткен, Волгоградқа кеттік деді. Содан жоқ. Ол кезде СССР-дің паспорты болған. Қызыл паспорт СССР-дің. 98-де келді. Иә. Бір жылда жүрді да, кейін және кетті. Волгоградқа барам. Документтерін істетейік десе, документтерім бар сол жақта менің деді. Бәрі деді. Қалып қойған деді. Ол өзі дұрысын айтпады да. Шынын айтқаны, дұрысын да айтқан жоқ. Бірақ ол ұрыс қағыс болған жоқ. Ондай зат. 98-де келгенде де менің ұлым бар 97 жыл. Ортаншы ұлым, екінші ұлым. Соған қарады, соны бақты, сонымен жүретін еді. Көшеде жүретін еді, айдап коляскеде. Қасын алып жататын еді өзінің да. Ешбір қайда менде бұл ондай ұрыс қағыс деген бар. Ауыр сөз айтқан жоқпыз бір-бірімізге. Жоқ, ондай зат. Жақсы, қазір енді сіздер қайда тұрып жатсыздар? Қазір біз квартирадамыз. Бұл кісі басқа жақта, мен басқа жақта. Осы Қазақстандасыздар ма? Иә, Қазақстанда. Алматыда. Арғы қара енді міне ағаларыңыз таптыңыздар. Денсаулығында ахуал бар. Иә, естіп. Оны қазір сыртқа шыққаннан кейінде мамандар айта жатар. Мақсаттарыңыз қандай енді ары қарай? Мақсаттар енді сол. Не істейміз енді, алып кетеміз. Сіздердің біз тек сұрауымыз ауылға жеткеріп берсеңіз. Иә. Документі не сат жоқ енді. Ауылда кім бар қазір? Үйі бар, келін бар, ата-анамның үйі бар. Барады ғой, неге бармайды? Иә. Мен келіншегім бар, үлкен ұлым бар. Грибоедовадағы, иә? Грибоедова. Бұрын Грибоедова, қазір Гүлбақ. Ең кішкентай қызым және балам бар. Үй бар, дайын, пожалуйста. Сіздің отбасыңыз ауылда ма? Ауылда. Біз просто тоже на заработке приехали. Енді сіздерде жоғалып кетпеңіздер? Жоқ, Құдай сақтасын, ойбай, жоға. Мүмкін ағаңыздың бір травмасы болған ба, есінен жаңағы ес сақтау қабілеті? Ондай. Келіп кетіп жүрген, ондай болмаған ба? 37 жастан кейін таппаса, оған дейін иә, өйткені бір келіп бір жыл болды, сосын қайтып кетіп қалды деді, сол аралықта мүмкін болған шығар. Балаға қарады, 97-те бала ондай зат, ондай. Бізде ұрыс қағы, тоже бір недостаткада, бір слабый семьядамыз. Ақау болатын болса, ол тұратын жерін білмейтін еді. Иә, бірақ. Жақсы, Амангүл апай, сіздің атаңызды тауып, атаңыздың тағдырына араша болып, біздің студияға алып келген не Берікбай деген азамат. Иә, рахмет. Сондықтан өзіңіз алғыс айтып. Рахмет, оны айтып отырмыз ғой, күні түн айтып отырмыз.
Жақсы, енді біз атамыздың құжатын рәсімдеу үшін адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроға барып қайтқанбыз. Экранға зер салайық. Мы оказываем содействие, пишем сопроводительные письма. Біз жолдама хаттар жазып көмектесуге дайынбыз. Ол үшін Қуатбай мырза немесе оның туыстары біздің ұйымға жазбаша өтініш негізінде жүгіне алады. Біз тікелей ол орналасқан ауданның көші-қон қызметіне жолдама жасап, бұл мәселені жедел түрде қарауды сұраймыз. Алдымен сіз біздің ұйымға хат жазасыз, және біз осы жағдайдың мәселенің бәрін толыққанды көрсетеміз. Жолдама хатқа оның денсаулығы, қазіргі жағдайын егжей-тегжейлі баяндап, құлдыққа байланысты белгілі бір сәттер бар екенінде көрсете аламыз. Көші-қон полициясынан осы жағдайды қарастыруды, және оны шешу бойынша ұсыныстар беруді, және оны бақылауға алуды сұраймыз. Міне, ұйымның тарапынан осындай жұмыстар атқара аламыз. Оказать содействие наша организация может. Аманкүл ханым, Амантай мырза, 15 күнге дейін біз құжаттарды ертең барып арыз толтырсақ, бұл кісілер көмектесуге дайын тұр. Тездетіңіздер. Сондықтан сіздер бүгін студиядан шыққаннан кейін дереу түрде біздің тілшілермен осы аталған мекенжайға барыңыз. Кешіріңіз. Сіздер өздеріңіз Қазақстан Республикасының азаматтығын алдыңыздар ма? Жоқ. Жұмыспенен келген ғой. Сіздер тек жұмыс визасымен. Барлығы дұрыс қой, заңды. Сол Өзбекстан азаматы. Қазақстан азаматтығын алуға тырыспадыңыздар ма? Негізі Қазақстанда қалатын ойларыңыз жоқ. Өзге елде ұлтан болғанша деген тақырыптың өзі айтып тұрған сияқты бұл сұрақтың жауабын. Сонымен құжатын рәсімдеуге біз Бердімұрат бар, Ғабит мырза бар, заңгерлер ақыл кеңесін береді. Ағамыз денсаулық жағынан қол ұшы жеткенше көмегін беріп жатыр, бірақ медициналық мекемеге қаралу керек. Бірінші байлық денсаулық. Одан кейін құжат, одан кейін елге аман есен қайту. Амангүл ханым, Амантай мырза, алдарыңызда білікті заңгерлер, қоғам белсенді мамандар отыр. Сұрақтарыңыз бар ма? Әлде бәрі түсінікті ме сіздерге? Түсінікті ғой. Ата, енді студияға жылап келіп едіңіз. Қазір енді қос қанатыңыз, қос бауырыңыз қасыңызда. Қуаныштысыз ба, ата? Қуаныштан көз жүз. Жыламаңыз. Бұл кісі қатты қайғырмайтын, қатты қуанбайтын адам сияқты. Негізі несі, сағымы мықты жігері өте андай. Қуанғанда біраз өңіне қан жүгірді. Қуаныштан кішкене жақсы. Қуаныштан да. Дәрігер айтып жатыр, сіз қуанып күліп едіңіз, жадырап, жайнап кеттіңіз, қан жүгіре бастады дейді. Енді сіздің тамағыңызда, өнешіңізде барлығы жақсарады. Әзір бұлай несіне қараса жақсы тек тамақ іштіру керек, сонда емін біраз мынадан біраз көтерілгенде болады. Енді бұны үлкен-үлкен больницаларға қарату керек. Егер де жерде оның барлығы емделеді. Нелерің жоқ болса, мен хабарласыңдар, мен емін беретін нелерді мен көмектесейін. Кеткенше біз көмектесіп мен көмектесіп емдейін. Главное кеткенше айта өз содан не қылып әзір мынаған қарағанда бір емін бір. Мен сауып тұрам. Жүріп кетсе өз аяғы. Жүрдім демеймін. Ем барысында қарай. Қағазын көрейік. Кішігірім больницамыз бар, кішігірім медициналық орталығымыз бар. Біздің дәрігер Қытайдан келген кісі, Тұрсынәлі Сабырәліұлы. Енді біз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Мына бір күн артқа кетсе, бір күн артқа әлсірей береді. Оған қарадай бір Амантай мырза, келген. Амангүл ханым, Амантай мырза, Ләззат Байырбекова бастаған және Тұрсынәлі аға қостаған топ сіздерге, сіздердің ағаларыңызды емдеп жазуға бар әрекетін салады. Әлбетте, сіздер енді осы уақытқа дейін біз көмектесейік. Осы уақытқа дейін сағындыңыздар, бүгін енді сағыныштарыңызды басыңыздар, бізден бөлек камерадан тыс мақұмдарыңызды басып сөйлесіңіздер. Ата, енді ғұмырыңыз ұзақ болсын. Аман болыңыз. Амантай мырза, Алмагүл ханым, ең бастысы денсаулық, ең бастысы бауыр. Ал құжат ол істеледі. Дұрыс айтады. Ең бастысы өмір сүруге мақсат бар енді. Жалғыз емессіз. Сондықтан енді бауырларыңыз бүтін болсын. Дәл осылай қуанышты күндері жолға берейік. Аман есен. Ата, ауылға, жаңағы үйге сәлем айтыңыз біздің атымыздан. Жақсы ма? Ата, соңғы рет әнді қашан тыңдадыңыз? Музыка тыңдамадыңыз ба?
Қазір енді сізге біз ән тыңдатайық, көңіліңізді көтертейік. Иә? Тамаша бауырлар деген әнді орындайтын Ләззат Байырбекова ханымды ортаға шақырамыз. Бір өскен бірге туған бауырлары, сендерге арналады жалын әнім. Көрмесем сағынамын, Тәңірге табынамын, аман бол айналайын бауырларым. Көрмесем сағынамын, Тәңірге табынамын, аман бол айналайын бауырларым. Ойлаумен өздеріңді сағынамын, сарғайып сағыныштан сарыламын. Береке байлығымсың өмірдегі, сендерді сағындым ғой бауырларым. Ойлаумен өздеріңді сағынамын, сарғайып сағыныштан сарыламын. Береке байлығымсың өмірдегі, сендерді сағындым ғой бауырларым. Береке байлығымсың өмірдегі, сендерді сағындым ғой бауырларым. Сендерді сағындым ғой бауырларым. Керегеміз кең, тереземіз тен, бауырымыз бүтін болсын. Еуразия бірінші арнасында көреміз. Мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар.